Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді кимчи салатын жасайтын боламыз. Жасалу өте оңай. Мен рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңында сіздермен осы кимчидің ортасына жағатын аджига салатын рецептімен бөлісетін боламын. Қыздар, менің каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін де басуды ұмытпаймыз. Ең алдымен біз капустамызды алып, оны жақсылап жуып, осылай видеодағыдай 5 бөлікке бөлетін боламыз. Енді капусталарымызды үлкендеу ыдысқа осылай тығыздап салатын боламыз. Тығыздыру керек капусталарымыз. Енді рассольнигімізді дайындаймыз. Менде 2 литр су кетті. 2 литр суға мен 4 ас қасық тұзды салдым, және де оны жақсылап осылай тұзым ерігенше араластырдым. Енді тұзды суымызды құятын боламыз. Қыздар, бұл жерде ескеретін жайт, түбінде қалып кеткен тұзды неге құй жүрмейміз капустаға, өйткені тұзымыз біздің капустаны күйдіріп жібереді. Сол себептен біз тек қана тұзды суды ғана құямыз, түбіндегі тұзды құймай алып қаламыз. Сөйтіп үстіне тарелкамызды қойып, ауыр зат қойып қоямыз, оны 1 күнге қалдыратын боламыз, 24 сағатқа яғни. Енді капусталарымыздың арасына жағатын смесь дайындаймыз. Ол үшін бізге зелень, аджига салаты және де чеснок қажет болады. Мен бұл жерде чеснок қосқан жоқпын. Енді сіздер қоссаңыздар да болады, жалпы менде болмай қалды. Енді рассольниктен осындай 3-4 қасық құйдым. Капусталарға жақсы жағылсын деген оймен. Енді капусталарды осылай жақсылап судан сорғытып аламыз, қысып. Одан кейін суымызды біз қолданбаймыз, қыздар, оны төгіп тастайтын боламыз, жаңадан рассольник жасайтын боламыз. Сосын бізде біріншіге қарағанда аз рассольник кетеді. Менде мысалға 1 литр ғана кетті. 1 литрге мен 2 ас қасық тұзымды қостым. Сосын қолымызға міндетті түрде перчатка киеміз, өйткені аджига ащы, қолымыз ашымас үшін. Осылай жақсылап капустаны орталарына ашып жағатын боламыз смесімізді. Мінеки дайын болды. Енді дайындап қойған рассольнигімізді құямыз. Енді 2-3 күнге осындай бөлме температурасында қалдыратын боламыз тағыда. Үстіне міндетті түрде ауыр зат қойып қоямыз, қыздар. Мінеки бізде 2-3 күн өтті. Енді дайын болды. Капустамыз өте дәмді, хрустящий болып піседі. Дайын болады, қыздар, піседі деп ма. Енді осыны басқа ыдысқа құйып, суымызды құйып қоямыз. Оны дайын болған капустамызды міндетті түрде холодильникте сақтайтын боламыз. Сосын мынау аджиганың рецебі, қыздар, сіздерге тастап кеттім. Бұны да сіздер жасап болғаннан кейін жақсылап араластырып, оны да холодильникте сақтайтын боласыздар. Банкеге құйып. Мінеки дайын болды. Ас болсын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.